Еш нәрсе түсінбегеннен ары қарай кете береді. Bir кезде Азаттың жолдасы әкесіне Енді отырам. Әжелердің қолданатын заты жүзді егеретін. Жақсы, тағы. Ол шектегенді киімделіп және сөйтіп киімді аға әжелер қолданады. Біріншісі ұшық, екіншісі кимешек, ал үшіншісі және көмектеседі. Заманауи әже ақыл айтады. Сізге қамқор. Оқиғаның басталуы. Балалармен танысуы. Жақсы. Мәтіннен үзінді. Мәтіннен үзінді екі бөлменің астан немесең жауы. Жақсы. Оқиғаның дамуы. Азаттың әжесі үстіне қамзол басына кимешек шылауыш киеді. Мейірімді, ақылды, ешқашан ұрыспайды. Ұрыста қалса да орнымен ұрсады. Үні, қолы, көзқарасы шусақ. Қарағым айналайын деп жылы сөйлесетін иман жүзі қария. Өзі ылғи шаруа істеп, күйбеңдеп жүреді. Тіпті ештеме істемеген күннің өзінде. Нағыз әже деген ол әрқашан көмектесіп сені қолдайтын адам. Яғни ол кәдімгі қазақтың әжесі. Ол ұрыспайды, ұрыста сені ұялтарлықтай ұрсады. Жақсы.
Жақсы әже, кімнің әжесі болды сонымен? Жақсы. Заманауи әже деп қай әжені айтамыз? Қай тип өзі дейді? Кимешек деген үлкен әжелердің киіп жүретін орамал. Жақсы. Мәсі? Мәсі деген ол апа әжелердің аяқ киімі. Олар үйде далада кие береді. Үйге тапсырма беруге білеміз ғой, қандай тапсырма беруге? Нағыз әже қайда мазмайды? Жақсы. Бәріміз оқыдық па? Жақсы. Мына суреттерге қарайық бәріміз. Бұл жерде қандай суреттер бейнеленген кім айтады? Және бұл заттар Басталуы әжесінің кішкентай қыздарына ертегі айтуы, мәтіннің үзінді айландырған екі бөлімшені астынан кесте шығаруы. Жамуы, нағыз әженің үшеуі, мәтіннен өзінді. Нағыз әжені баяндауы. Шиеленісуі, орайы келгенше қонақ қуаныш сезімі. Мәтіннен үзінді еріп келуі. Әженің ағаш қылып қалуы.